Күйеуім келсе қазір ашуланады. Күйеуім келсе жинап қою керек. Тыныш ол битсе, ол сөйтсе дейді. Ал кейбір кісілер болады, жаным, қазір күйеуім келеді, сол кезде жайлап бастаймын әңгімемізді айтып деген сияқты. Сіз соны қай типіндасыз? Біреудің көңілін қатты алаңдайсыз ба, әлде өзіңіздің қалауыңызбен әрекет жасайсыз ба? Үшінші вариант бар ма десе? Қандай? Жоқ, бар ма деймін. Бар ма? Қазір сұрап отырмын. Мен бөлек екіншісіне жататын сияқтымын. Андай, қалай айтсам болады, басқа адам настроениесіне особо кірмеймін мен негізінде. Сіздің сұрағыңызды түсінбедім. Жоқ, мысалы қазір күйеуім келіп қалады деп қана тамақ жасамаймын. Өздігімнен жасаймын деп тұрсыз ғой жалпы. Иә, әрине, өзімнің қалауымды бірінші орынға қоятын адаммын ғой негізі. Өзіңіздің қалауыңыз. Әрине, өзіме ұнап тұрса істеймін, ал өзіме кейбір моменттер адамдар болады ғой. Мен негізі бұрында ондай момент басымнан өткен. Өзіме ұнамай тұрған нәрсені басқа адамға ұнаса, сол үшін жасай алатын уақыттарым болған. Болды. Ал қазір мүлдем ондай емес. Қазір ғашық емессіз бәлкім. Содан да болуы мүмкін. Әлішер, сұрақ қоясыз ба? Жоқ, андай Айгүлге таңғалып отырмын да Сайфел. Жаңа ойланам деп, резко андай, деп шандай. Білмеймін, жаңа еще типажын сұрадыңыздар ғой, жаңа талғамыңды қалай? Талап сұраған кезде, мен ойлаймын, бір Айгүл походу әділетті біреуге ұқсатты ма? Біреуде бойы да келеді, сақалы да келеді. Жаңағыдай вспыльчивый да келеді екен. Может, мен білмеймін енді, бір қыздан қызға секіретіні еп тұр, білмеймін енді. Может, сондай бір дүние болған шығар, бәлкім да енді. Енді жаңа Айгүлді өзі айтып кетті да, қазір ғана. Жаңағыдай кейбір моментте жігіттер сөйлемей қойса жақсы ғой деген сияқты қалып. Бірақ қазір ғана әділеттің Марико жаңағыдай не жіберген кезде ответ қайтарып кеткенін көрдік та сразу. Мен де мысалы айта аламын, келетін үміткерлер тек Марикоға келмей қойыңыздар деген сияқты бір қайтарып кеткендей болып маған көрініп қалды да негізі. И сол дүние бір дұрыс болмай қалды деп ойлаймын енді. Білмеймін, негізі Айгүл сен жалпы резко бүйтіп ойың өзгеріп кеткеніңе түсінбедім жалпы. Негізі әділет бұрыннан бақылап, бұрыннан бір симпатия, бір кішкене бірдеңе бір дүние болады ғой. Мен ойлаймын да, Бауыржан мырза, если әділет емес, бір әшейін бір басқа біреу болса деп ойлаймын да, басқа біреу болса, может жоқ деп қабылдамайтын бе деп ойлаймын ше. Өйткені енді осы уақытқа дейін де көріп жатырмыз. Осы ой не үшін келді? Қандай іс-әрекеттерден келді? Дейсіз ба? Жалпы енді осы уақытқа дейін де танысып келген дүниелерді көрдік қой, танысып келген жігіттерді көрдік. Жаңағыдай Шерхан бар, жаңа кім бар? В общем, сондай бір блогерствоға жақын адамдар болғаннан кейін, именно білмеймін, сондай нәрсе, Гуджан болды деген сияқты қылып. И сол нәрсеге қарап мен айтып жатырмын да, если бір басқа бір левый бір үміткер болатын болса, басқа бір блогер емес, кәдімгі қарапайым жұмыс жасайтын бір кісі келсе, жоқ дейтін сияқты еді. Соны айтып кетсең, Айгүл. Бағана алдында сен айтып кеттің ғой, әділет осылай ғана айтып отырған еді ғой бағана деген сияқты. Мен негізі сол әңгіменің бәрін соған қатыстырып айтып отырмын ғой негізі. Байқап отырсаңдар егерде бір жерде сөйлемей қалғанымыз дұрыс болады деген сияқты айтып отырмын Әлішер. Ал жалпы жаңағындайға келетін болсақ, осы кісінің алдында да вроде бы блогер емес, жігіт келген болатын, қабылдап сөйлесіп көрген болатын. Енді ол жерде таныстық тоқтап, екі жақ қайтқан болатынбыз. Енді мен бұл кісімен де ештеңе қазір жауап бере обещать ете алмаймын. Біздің таныстығымыз ұзаққа барады деп ештеңе айта алмаймын. Біз де мүмкін, может, бір-біріміздің адамымыз емес болып шығуымыз мүмкін, бір сөйлескеннен кейін даже. Может быть, бір апта сөйлесеміз, может, бір ай деген сияқты ғой. Екеуміз де білмейміз әлі. Енді ғана просто енді таныстық алаңы болғаннан кейін, бұл кісі келмесе де басқа кісі келсе мен танысып көрер едім. Дейді. Ренат. Қош келдің, әділет. Саламатсыздар ма? Мына жерде маған айтып жатыр ғой. Анау дейді, мынау дейді. Мысалға деймін, таныстық алаңы болғасын, егер өзіңнің шын жүрекпен қалап тұрсаң, сол адаммен танысқанды қалайсың ғой. Бауыржан мырза. Сосын мен просто әділетке сұрақ қоятын. Әділет, мысалға, Айгүлде осы уақытқа дейін бірталай үміткер болды. Осы жақында да сен алдында да бір үміткер болды. Егер Айгүл бұрынғы үміткерлермен кездессе, сен өзің көз қарасың қандай болады?
Енді аты айтып тұрғын қосылайық таныстық алаңы деп та дұрыс па? Енді танысады, көреді, біледі. Ал енді басқалармен кездесіп, бұрынғы нелермен ба, енді кішкентай қыз емес қой. Оны түсінеді, бірақ кездеседі. Кездесу себебін анықтайсыз ба, әлде бірден ашуға берілесіз ба? Жоқ, енді таяқтың екі ұшы болады ғой. Қалай, қалай, не бар деп сұрайсың. Ал егер де ол осылай, мысалы, қыз жақтан не істеп жатса, не істей қоясың. Жақсы деп, оны құттай енді обидно болып қалуы мүмкін енді. Ал егер де ер баладан мысалы қайта-қайта қоймай кездесейік, анау мынау дейтін болса, сөйлесесің. Сол ғой, кеше бір сұрасына байқап қалғанымдан Алмас деген үміткер болды ғой. Сонымен бірге түнде Әділбар киноға барған ба? Соны сұрағым келіп отыр да. Сұрайын. Солар жақтан көріп қаласың ба? Негізі жай күтіп отырғаннен жай айтпаса қайдам осын деп осы айтпаса айтылу керек қой деп. Кеше түнде. Иә, кеше ғой. Былай болған ол кезінде Әділ бар ғой, шері біз қатысушы болып кеткен. Ол кісімен мен сырттан жақсы араласам, мен ағам сияқты болып кеткен адам ғой. Ол кісі кеше о жерде енді мистің бәрі біткеннен кейін, мис басталғаннан бастап екеуміз жолықпай сөйлесе алмай жүрген болатынбыз. Содан кейін маған Айгүл құтты болсын, бірінші орын алғанын деп сондай нелерін айтып, мен сен давай кел тамаққа шақырайын деген сияқты, кино көрейік бірге деп Әділ солай шақырған болатын. Оның алдында да бір сөйтіп арасында бір жолығып тұратынымыз бар етін. Жарайды деп барған едім, қасында сол алдында үміткер болған Алмаз бар екен. Сосын киноға бардық, одан шығып тамақ іштік, сонымен үйге қайттық. Сол киноға барған бастап кетсек. Жоқ, жаңағы бір жайдың сұрағына бір жауап беру жейші, толығырақ. Оны мен осы танысық жалғасып атса, әдемі атса, біраз баланың енді несі болмайды-ау деп ойлаймын. Понятиясы бар балдар болса, көріп отса, ал егер де понятиясы жоқ, алай болса, енді өздерің қарайсыңдар ғой. Ол ер адамның өзінің братандардың тәрбиесі бар, біріншіден, екіншіден үйіндегі тәрбиесі бар. Сол атак тап енді көшеде келатқан болса, жаңағы сыртта көріп қалсақ, қорғауға шамам жетеді. Бауыржан мырза айтып кетсем бола ма? Енді әдет андай ғой, бағанан бері енді әдет танымай отырып қой, келгеннен бері кішкене алдында өзің айтқан сияқты маңқ-маңқ етіп отырдың, келгеннен бері ше солай көрініп отырдың да. Сөйтсем бұл ғашықтың сөзі екен да, бұл ғашық жігіттің сөзі екен, енді түсініп отырмын да. Енді әдет саған қызық сұрақ болып тұр. Қандай қызық сұрақ? Анау Мариямды алдында айтылды ғой, енді қуырдақтан кейін сен не қашып кетті ма деген сияқты. Бағана өзің айтып кеттің, жігіттің жүрегіне шерез асыл арқылы кіруге болады деп айтып кеттің. Мен білуімше, біздің Айгүл кішкене майдың иісін тамақ істеген бір ұнатпайсың Айгүл, мойынды айтып жасың енді. Жоқ, былай ғой енді. Тамақ істегенді ұнатпаймын дегенде, просто андай тамақтың иісі шығып, анда май сынып қалады, шашына, киіміне, сол моментте кішкене андай неғып қалатын бар. Тоқтаңыз, ол жерде бұл екі дүние. Тамақ істегенді ұнатпаймын дейтін бар. Және де жоқ, тамақ істегенді ұнатамын. Жай ғана сол кезде бір басыңа май сынып қалатын сәттерді. Тамақ істеген негізінде нормально, ол бір особо проблема емес маған. Но бірақ именно анау тамақ істеп, майды шыжғырасың, сол кезінде шашына сынып қалады, сол бір киімдеріне сынып қалатын бар ғой. Сондай моменттерде ғана туф деп қаласың. Адамның ба, или өзіңе ма қалай? Мен өзіме сынып қалады ғой, тамақ істеп бауыржамыздан иісін татпағаннан кейін істексіз дегенмейді ғой енді. Иісі бәрібір шығады ғой, сіңеді ғой. Соны сұрағың келіп тұр, сен көз қарасың қандай деп тұрмын енді. Любой тамақ маймен істеледі ғой бәрібір. Енді тамаққа келгенде жаңағы ма, көреміз, ол бартермен ақ заказ бере салады. Ал соңғы сұрақ болса, Айгүл. Главное, ғашықпын десей, короче.
Я баласахан ортаға өзім пікірімді айта кетейін деген едім. Негізі Айгүл енді жалпы өмір көрген, қаншама қиындықтардан өткен, көп нәрсені түсіне алатын, ұғына алатын қыз ғой. Просто жаңа Айгүл айтып жатыр да, сондай бір моменттерде қызға қарсы сөйлемесеңіз, мені түсірді екен деп қызды барып түсіріп тастамасаңыз деп айтып жатсыз ғой. Сол бір үмітің ақталмай қалатын секілді, потому что бұл жігіт осы уақытқа дейін дәл осындай болып келді и бұдан кейін де дәл осылай қалады деп ойлаймын. Жалпы менің ойым бір Айгүлге бір өзіне бір үлкендеу, жасы бірнеше жасқа үлкен, ақыл тоқтатқан, бір өзінің бір тұрақты жұмысы бар, бірнеше жерде білім алған, сондай бір ақылды бір ер азамат Айгүлге келсе, бір өмірін гүл қылама деп ойлаймын да. Бұл жігіт бір ары кетсе бір апта, 2 апта, содан кейін таныстық тоқтай ма деп ойлап тұрмын. Мүмкін бір қатты ғашықтықтан сіз Айгүл үшін өзгеріп жатсаңыз, онда бәрі тамаша, бірақ мен ол нәрсені күтпеймін.